Қайырлы күн достар, бүгін бізде осындай қалып кеткен наннан, желінбей тұрған наннан осындай бір пицца үй жағдайында жасайтын боламыз. Бұл бірінші кезекте еріншек ханымдарға арналады. Ал ендеше дайын болсаңыздар бастаймыз. Ең алдымен осындай жарты бөлке нан болама. Енді қоспаңыздың сұйықтығына қарай қоюлануына байланысты нанды қоса береміз. Тура осы видеодағыдай етіп, ұсақтап пышақпен немесе қолмен осылай турап шығамыз. Қатты деп алаңдамаңыздар, өйткені қазір сүтке неге қосылғаннан кейін бір қалыпқа түсетін болады. Одан келесі кезекте 2 жұмыртқамызды аламыз және үстіне 200 мл сүтімізді қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Одан соң біз үстіне қара бұрыш саламыз, яғни 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық паприка. Паприканы бұл жерде мен түріне кішкене бір өзгеріс болып тұрсын деген оймен қостым. Және де дәміне қарай тұз қосасыздар. Менде 2 шай қасықпен, өте кішкентай шай қасықпен салдым, себебі тұздың татымы аздау болғандықтан. Осы қоспаларды жақсылап бір қасықпен араластырып аламыз. Және одан кейін үйде не бар? Мысалға көк жуа болама, укроп болама, петрушка, тіпті мүлде қоспасаңыз да болады. Менде енді аса көп укроп, петрушка дегенді жақтырмайтын болғаннан кейін кішкене сәл-пәл түріне өзгеріс енгізіп әдемі болсын деген оймен осындай аздаған көк жуаны турап салып жібердім. Көп отбасыда, әсіресе кішкентай балалар бұндайды аса қатты жақсы көре бермейтіні бәріңізге де белгілі. Бәрі де өз қалауларыңыз бойынша. Одан кейінгі кезекте осындай аздаған сырды қосып жіберсеңіздер болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Бұл аса қатты маңызды емес. Мен өзім аздап кішкене қосып жібердім. Келесі кезекте үйде колбаса бар ма, піскен ет бола ма, тауықтың еті бола ма, или басқа сиырдың еті бола ма, жылқы еті бола ма, бәрібір тек қана піскен зат болу керек. Қосып үстіне араластырып жібересіз. Менде ешқайсысы болмағаннан кейін осындай сосисканы суға арнайылап пісіріп алып, осылай турап қосып жібердім. Егер тағы болмаса қоспасаңыздар да болады. Ең бастысы біздің бұл жердегі мақсатымыз қатқан нанды лақтырмай осындай бір тіске басар қылып жасау. Қоспамыз барлығы дайын болғаннан кейін нанымызды үстіне салып, жақсылап тұрып араластырып, яғни одан соң қолмен жақсылап езіп, бәрін біркелкі етіп, осындай массада дайындайтын боламыз. Міне видеода барлығы анық көрініп тұр деп ойлаймын. Осылай қолдарыңызбен езіп жіберсеңіздер болады. Енді бұл дайын болған қоспамызды сковородкада пісіріп алатын боламыз. Яғни маргарин майыңыз болса үйде, сковородкаңызға қызып тұрған жағып, жақсылап, жиегіне барлығына жақсылап жағып болғаннан кейін осындай қызып тұрған табамыздың үстіне дайын болған осындай пиццамыздың қамырын салатын боламыз. Барлығын біркелкі етіп, бір тегісте осындай салып шығып, үстінен бастырып шығамыз. Сіздерге анық көрініп тұр деп ойлаймын. Видеодағыдай етіп тура жасасаңыздар болады. Мінекей осылай 10 минут баяу отта ұстаймыз. Асты қатты күйіп кетпеу керек. 10 минут өткеннен кейін осындай тәлкеге сковородканы былай төңкеріп, екінші бетін қызарттырып алатын боламыз. Мінекей мен екінші бетін салдым. Енді сковородканың бетін ашып қойып, бір 5 минуттай ұстаймыз. Астын ұмытып кетпеңіздер, күйіп кетпесін, орташа баяу отта болады. 5 минут өткеннен кейін бетіне қалған теркадан өткізілген осындай сырымызды салып, аузын жауып ерігенше ұстайтын боламыз, яғни бұқтырамыз. Мінекей достар, дайын болды, жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет ас болсын.